Өмірге фильм көргенде қара. Өмірдегі болып жатқан жағдайлар киноның үзінділері тәрізді. Сол фильмнің шынайы емес екенін түсіну сізді даналыққа апаратын жол. Өмір жолыңызда кездесетін адамдар сол фильмнің кейіпкерлері. Олар тек өз рөлін сомдап жүрген актерлар. Сценарий жазылып қойылған. Сізге тек өзіңіздің сол фильмде кейіпкер емес, тек көрермен екеніңізді түсіну керек. Қандай жағдайда да экранның әр жағынан ғана бақылаңыз. Сізге біреу жаманшылық жасады деп ойласаңыз, толық картинаны білмейтініңізді түсініңіз. Бұл карма болуы мүмкін. Осы қазір емденіп отырған денеңіз сол кармаларды өтеу үшін ғана келген. Сіз дене я тән емессіз. Өзіңнің кім екеніңізді білген сәттен бастап барлығын түсінесіз, кешіресіз, ешкіммен салғыласпайсыз. Өзгенің сөзіне, ісіне агрессия көрсетпейсіз. Себебі сіз ештеңенің бекер емес екенін білесіз.